Қуғын-сүргін саясаты жайында не білесің? Ол қай кезде болды? Оны ұйымдастырған кім? 20 ғасырдың 30 жылдарында Қазақстанның қоғамдық өміріндегі қайғылы ерекшелік тоталитарлық тәртіптің орнауы. Сталиннің жеке басына табынудың нығаюы мен басқа көзқарасқа төзбеушілік, ел дамуы барысында туындаған қиындықтарды халық жауларының қастандығы деп жариялау әрекеттері барлық беделді тұлғаларды билеуші режимге оппозиция құралатын, яғни партия басшылары мен кеңес қызметкерлерін жоюға әкеліп соқты. Қазақтың ұлттық зиялыларына қарсы жазалау шараларына тікелей бастама болған Сталиннің хаты. Ол, мен партияда жоқ интеллигенттерді кеңес жұмысына тартуды толығымен қолдайым деп жазды. 1925 жылы 29 мамырда Сталин қазақ зиялыларының тағдырында ерекше рөл атқарған өз хатында, сонымен бірге мен партияда жоқ зиялыларды қырғыз мәдениетін, қазақ мәдениетін дамытуға тартуды толық қолдайым. Бірақ олардың саяси және идеологиялық майдандағы күрес ісіне араласуына түбегейлі қарсымын. Мен партияда жоқ интеллигенттердің қырғыз жастарының саяси және идеологиялық тәрбиесімен айналысуына да қарсымын, деп жазған. Қуғын-сүргінге ұшырағандар кімдер? 1937-1938 жылдары Тұрар Рысқұлов, Нығмет Нұрмақов, Садығұл Құтжанов, Ораз Исаев, Ораз Жандосов, Әбілқайыр Досов, Абдолла Асылбеков, Жанайдар Садуақасов, Садықбек Сапарбеков, Темірбек Жүргенов және тағы басқалары тыңшылық қызметі және ұлттық фашизм үшін айыпталды. Ғылым мен мәдениеттің көрнекті қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы, Әлімхан Ермеков, Халел Досмұхамедұлы, Мұхамеджан Тынышбаев, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, Санжар Асфендияров, Жұмат Шанин, Қошмұхамбет Кемеңгеров және тағы басқалар ату жазасына қуғын-сүргінге ұшырады. Оларға тағылған айып негізсіз болды. Көбінесе оларды ауыл шаруашылық дағдарысына, 20-30 жылдардағы көтерілістерге айыпты деп кінәлап, Қазақстанды бөліп алуға әрекет жасады. Жапон шпионы деп айыптады. Қарағандыда және бірқатар аудандарда халық жаулары үстінен ашық сот процестері жүргізілді. Бірақ олардың басым бөлігі соттан тыс органдар тарапынан жазаланды. Қамауға алынғандардың саны Қазақстанда 1937 жылы 105 мың адамға жетті. Оның 22 мыңы атылды.